Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бізде бүгінгі сабақтың тақырыбы сөйлемдегі сөздердің байланысы. Сабақтың мақсаты мәтін мазмұны бойынша сұрақтар қоя аламын. Сызба бойынша сөйлем құрып жазамын. Олай болса, бүгінгі сабағымызды бастайық. 30-шы жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Бір аптадан бері аспанда бір шөкім бұлт болмай, күн қатты ысып кеткен еді. Бүгін таңертеңнен бері аспанда ала бұлттар пайда болды. Олар бірте-бірте қоюлана түсті. Артынан жаңбыр нөсерлете құйып берді. Сонда бұлт қайдан пайда болды? Жаңбыр неге сонша қатты жауды? Күннің қызуынан жер бетіндегі сулардың беті буға айналады. Аспанға көтерілген бу түріндегі су түйіршіктері бір-бірімен қосылып бұлт болады. Бұлт қоюланған сайын су түйіршіктері ауырлай береді. Олар әбден ауырлап, қайтадан жерге құлайды. Міне, жаңбыр дегеніміз осы. Мәтін не туралы? Мәтін жаңбырдың қалай жауатындығы жайында айтылған. Жаңбырдың қандай пайдасы бар? Мәтін мазмұны бойынша сұрақтар қой. Жаңбырдың бізге пайдасы мол, еккен егінге, жердегі барлық тіршіліктің бір өсіп жетілуіне бірден бір себеп болатын. Бұл әрине су, соның ішінде жаңбырдың пайдасы мол. Еккен егініміз өседі, отырғызған гүлдер, ағаштар, шөп, барлығы осы жаңбырдың себебінен өсіп жетіледі. Күннің қызуынан жер бетіндегі сулар неге айналады? Бұлт қайдан пайда болады? Жаңбыр дегеніміз не деген сынды сұрақтарды бүгінгі мәтіннің мазмұнына сай қойсақ болады. Келесі бізде жаттығу 31-ші жаттығу. Өлеңдегі сурет атауларын сөзбен жаз. Кейде мөлдір ауаны бұлт келіп жабады, жаңбыр бұлттан тамады, қар да бұлттан жауады. 32-ші жаттығу. Сызбалар бойынша сөйлемдер құрап жаз. Бізде 3 сызба берілген екен, соған сөйлемдер құрауымыз керек. Бірінші сызбаға сәйкес жаңбыр тамшылады. Екінші сызба жаңбыр қатты нөсерледі. Үшінші сызба қалың қар жауды. Енді бұл сөйлемдердің байланысы қалай болады? Бірінші жаңбыр тамшылады, бұл түсінікті. Екінші бізде бірінші сөзбен соңғы сөз байланысып тұр, жаңбыр нөсерледі. Және де екінші сөзбен үшінші сөз байланысып тұр, қатты нөсерледі. Үшінші сөйлемде бірінші мен екінші сөз, екінші сөзбен үшінші сөз бір-бірімен байланысу керек. Қалың қар, қар жауды болады. Келесі жаттығу шығармашылық үзіліс. 33-ші жаттығу. Өзен, көл туралы жұмбақ құрастырып көр. Ол үшін төмендегі жұмбақ құрастыру кестесін басшылыққа ал. Бізде мына жерде кесте берілген екен, оған қандай, не істейді, осындай тағы не бар, көмекші сөздерді қолдану арқылы біз жұмбақ құрастырсақ болады. Бізде мына жерде берілген екен, әдемі сылдырлап ағады, жылға емес, мөлдір балықтар жүзеді, аквариум емес. Бұл не? Жауабы бұлақ. Келесі өзіміздің құрастыратын жұмбағымыз былайша болады. Қандай дегенге үлкен, не істейді, жаймен толқын ұрады, осындай тағы не бар, көмекші сөздер мұхит емес. Яғни үлкен жаймен толқын ұрады, мұхит емес. Ащы балықтар жүзеді, теңіз емес. Бұл не? Құрметті оқушылар, жауабын ойланып көріңіздер. Бұл жұмбақтың жауабы көл. Құрметті оқушылар, біздің осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Егер сабақ сіздерге ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, төменге пікір қалдыра кетіңіздер, және де арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі сабақта жолыққанша аман сау болыңыздар.